Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Яғни біздің есебіміздің құрамында немесе есебімізде осындай түбірлер бар болатын болса, біз оларды қалай шығарамыз? Бізге кейде ықшамдау керек болады, салыстыру керек болады. Яғни қалай ықшамдаймыз, қалай салыстырамыз, формуланы қалай қолданамыз деген сияқты күрделі есептер шығаратын боламыз. Біз алдыңғы сабақтарда тек оңай түрін ғана шығарғанбыз. Негізінен бұл тақырып бізде мектепте 8-9 сабақ бойы өтіледі. Себебі бізде бұл тақырыпта 4 мәселе бар. Мен осы 4 мәселені 4 видео сабақ салатын боламын. Осы 4 мәселеге сендер оны менің каналымда 8-ші сынып алгебра деген плейлист бар. Сол жаққа кіріп, осы қалған бөлімдерін, қалған 3 мәселені қарастырсаңдар болады. Немесе менің каналымда барлық тақырыпқа видео сабақтар болады. Өздерің түсінбеген тақырыптарыңды іздеп қарасыңдар болады. Сыныпқа бәрі бөлінген, тақырыптар бәрі толық жазылған, және кітаптағы есептер қарастырылған. Ал енді бізде бірінші мәселе былай: көбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығару және көбейткішті квадрат түбір белгісінің астына кіргізу. Яғни бізде мынандай сан болса, түбірдің астында соны түбірден шығаруымыз керек, немесе түбірдің сыртында тұрған санды немесе өрнекті түбірдің ішіне кіргізуіміз керек. Бірінші есепте бізде қарасыңдар, 72 ол түбірден шықпайды. Себебі 72 ол ешқандай санның квадраты емес. Бірақ біз оны 36 көбейту 2 деп жазсақ болады. 36 бізде түбірден шығады, ал 2 қала берсін. Және а-мызды ұмытпауымыз керек. Біз бұны арифметикалық квадрат түбірдің қасиеті бойынша түбірасты 36 көбейтілген түбірасты 2 деп бөлек-бөлек жазсақ болады. Сол кезде түбірасты 36-тан 6 шығады, ал түбірасты 2 бізде қала берсін. Бізде квадрат түбірдің сыртына шығарған кезде бәрін шығару міндетті емес. Тек қай бөлігі, мысалы 2 бөлікке бөліп, шығаратынын шығарып, шығармайтынын қала берсін. Яғни біздер бұны түрлендіріп жатырмыз. Ал екінші есепте 32 x-тің кубы түбірастында. 32-ні біз жаза аламыз. 16 көбейтілген 2 деп жазсақ болады. Ал x-тің кубын біздер x-тің квадраты көбейтілген x деп жазсақ болады. Бізде 7-ші класстың ережесі бойынша мына жерде 1 деген дәреже бар, және негіздері бірде болғандықтан дәрежелер қосылып 2-ге 1-ді қоссақ 3 деген шығып тұр бізде. Міне түбірастымызды ұмытпауымыз керек. Яғни түбірасты 16-тан бізде 4 шығады. 16-дан түбірден шыққан кезде 4 болып шығады деген сөз. Және x-тің квадратынан x шығады. Ал түбірдің астында қалғандары бізде 2 және x. Яғни 2x. Сонда бізде 4x түбірасты 2x қалды. Бізде мынандай нәрсені білуіміз керек. Егерде түбірастың алдында x-тің квадраты болса, яғни бізде бұл жерден x-тің өзі шығады. Ал мысалы x-тің 6 дәрежесі болатын болса, түбірдің астында, онда x-тің 6 дәрежесі емес, жартысы ғана шығады. Значит, 2 болды, жартысы 1 болды деген сияқты. Немесе былай қарастырсақ болады. x көбейту x деп мысалға x болуы мүмкін, мысалы 3 көбейту 3 болуы мүмкін. 2 тал саны, 2 тал 1 сан көбейтіліп тұрса, бірде өрнек көбейтіліп тұрса, оның 1-еуі ғана шығады деп, осы бұл негізі ереже емес, просто көзге осы нәрсені үйреніп алсаңдар, мына есептің барлығы шығады. Ал енді 128 x-тің 7 дәрежесі. Бізде 7 дегеніміз, ол бізде тақ емес, то есть жұп емес, тақ болады. 2-нің 7 дәрежесі деп болады, 128 және x-тің 7 дәрежесі деп болады. Бізде 7 дәреже бізде жұп емес қой, бірақ оны біздер былай жазсақ болады. 2-нің 6 дәрежесі көбейтілген 2 және x-тің 6 дәрежесі көбейтілген x десек, бізде бағана 7-ші класстың ережесі бойынша 1 дәреже болады, 2-ге 1-ді қоссақ x-тің 7 дәрежесі шықты. 6-ның 1-і, 6-ның x-тің 6-сы, x-тің 1-і қосылады, дәрежелер x-тің 7-сі шығады. Яғни 2-нің 6 дәрежесінен, яғни 2-нің 6 дәрежесі 2-нің кубы шығады. Және x-тің 6 дәрежесінен x-тің кубы шығады. Ал түбірасынан қалып қойған қайттан 2 менен x.
Сонда бізде 2-ның 3 дәрежесі бізде 8-ге тең. 8x куб болады да, түбір астында 2x қала береді. Келесі есепте 3-дің 5 дәрежесі 3 және 5-дің 7 дәрежесі. Бөлшектің бөлімінде түбір асты қала берсін қазірше. Яғни 3-дің 4 дәрежесі көбейтілген 3 десек болады. Сол кезде 5 шығады. Және бөлімінде 5-дің 7 дәрежесін 5-дің 6 дәрежесі көбейтілген 5 десек болады. Сонда бізде 3-дің 4 дәрежесінен, яғни мынау сияқты болып тұр. 3-дің квадраты шығады. Көбейту 3 қалады бөлшектің бөлімінде алымында. Ал бөлімінде 5-дің 6 дәрежесі 5-дің кубы шығады, яғни және бөліміндегі 5-дің біреуі қала береді түбірдің астында. 3-дің квадраты бізде 9, түбір асты 3 қалды. 5-дің кубы бізде 125, түбір асты 5 қалады. Ал енді мынау 49 м куб n-ның 5 дәрежесін тура осылай түбірдің жартысын немесе бір бөлігін түбірден шығаруымыз керек. 49-дан бізде 7 шығады, ол себебі 7-ның квадраты. m-ның кубын бізде жазамыз. Түбір астына жаза тұрайын қазірше, m-ның квадраты m деп жазсақ болады. Және n-ның 5 дәрежесін n-ның 4 дәрежесі көбейту n деп жазсақ болады. 7-ні ұмытпауымыз керек. m-ның квадратынан мынау сияқты m шығады. n-ның 4 дәрежесінен 4-дің жартысы n-ның квадраты шығады. 2 дәрежесі шығады. Бөлшектің бөлімінде қалды 1m, то есть түбірдің астында қалды 1m және 1n. Келесі былай. Минус 3-дің 6 дәрежесі. Егерде біз қазір мына жерге минус 3-дің 6-ның жартысы 3 қой, куб қалдыратын болсақ, минус 3-дің кубы бізде минус 27-ге тең. Бірақ бізде квадрат түбірдің астынан ешқашан теріс сан шықпайды, себебі ешқандай санның квадраты теріс сан емес. Сендер мына кітаптағы мысалдарды қарасыңдар, кейбір жерлерде модуль бар, кейбір жерлерде модуль жоқ. Ол модуль не үшін десеңдер? Осы жағдайға арналған. Яғни бізде квадрат түбірдің астынан ешқашан теріс сан шығып қалмау керек. Яғни мен мына жерге тағы бір дереже жазайын. Мысалға минус а-ның 6 дәрежесі болсын да, және ол тағы түбір астында болсын. Сонда бізде модуль а-ның кубы шығады. Себебі бізде минус а болады ғой мына жерде, мынау сияқты. Бірақ біздер модуль аламыз, себебі бізде жай ғана а қалу керек та, 3 дәрежесі қала берсін. Яғни мен мұнан минус 27 деп жағастырсам болмайды. Және жақша қоюға да болмайды. Жақша емес, модуль қоюымыз керек. Сонда 3-дің кубы болады да, ол бізде 27-ның өзіне тең. Яғни есепті шығарып келіп, ең соңында теріс сан шықса, оны оң санға айналдыра саламыз десек болады. Себебі бізде квадрат, мына жерде квадрат түбір. Бұл бізде бірінші қатарда түбірден шығару болатын. Ал енді келесі есептеріміз түбірге керісінше кіргізу. Біз түбірден жартысын шығардық қой. Ал енді керісінше 2 есе көбейтіп кіргіземіз. Бізде x-тің 5 дәрежесі болатын. Бұл 5 дәреже болып шығу үшін x-тің 10 дәрежесі болу керек еді. Және бізде мына x-ті ұмытпауымыз керек. Мына тұрған x-ті. Сонда x-тің 10 дәрежесіне x-тің 1 дәрежесін көбейтсек, x-тің дәрежелері қосылып 11 болады да, түбір шығады, түбір қалады. Яғни x-тің 5 дәрежесі x-тің 10 болып кіреді. Немесе мына жақта 3-тің 1-і x-тің 1-і болып тұр ғой. Ол 3-тің квадраты x-тің квадраты болып кіреді де, мынаған кері амал болады ғой. Сол кезде және 3x-іміз бар. Бұның бәрі түбірдің астында болады. 3-тің квадраты 9, 10 3-ке көбейтсең 27 болады. X-тің квадраты және x-тің 1-і ол бізде x-тің кубы болады. Және бұның бәрі түбір астын ұмытпауымыз керек. Келесі есепте а-ның квадраты бізде а-ның 4 болып кіреді, b-ның квадраты қала берсін. Бөлімінде b-ның кубы бізде b-ның 6 болып кіреді, және а-ның кубы қала берсін. Бәрін түбірдің астына кіргіздік. Енді қысқартайық. А-ның 4-і а-ның кубы бізде а қалады. b-ның квадраты b-ның
6 дәрежесі, бір жерде бұның 4 дәрежесі қалады. 6-тан 2-ні азайтсақ 4 қой. Бұның 4-і қалады. Бұл жерде 4-тен 3-ті азайтсақ 1 қалады ғой. А-ның 1-і. Осылай қалады. Ал енді соңғы есепте біз ешқашан теріс санды түбірдің астына кіргізе алмаймыз. Яғни мына біздер минус таңбаны минус 1 көбейтілген деп бөлек жазып алуымыз керек те. А-ның 5-і түбір астында А-ның кубы болып жаза тұрайық. Енді мынау А-ның 5 дәрежесін түбірдің астына А-ның 10 деп кіргіземіз ғой. Минус 1 демей-ақ, мен сразу минус дей салайын, минус түбір асты деп. 1 көбейту деп жазбай қойын. Яғни 5-і 10-ы болып келеді. А-ның 10-ы көбейту А-ның 3-і. 10-ға 3-ті қоссақ, А-ның 13-і деген сан шығады. Бұл бізде бірінші мәселе. Енді менің плейлистімнен, жаңағы каналымнан қалған 2-ші, 3-ші, 4-ші мәселені қарасаңдар болады. Бұл бізде 2-ші, 3-ші, 4-ші сабағымыз болып есептеледі немесе. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер.